2020 жылдың 2 мамырында Өзбекстанда Сардоба су қоймасының бөгеті жарылды. Топан су еліміздің Түркістан облысы Мақтаарал ауданының бірнеше ауылдарын басты. 14 елді мекеннен 31 мыңнан астам адам көшірілді. Өңірде техногенді сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Бұл тілсіз жау су апаты мен от апаты тілсіз жау дей келе осы апатқа біз кезіктік. Сол кезде үйсіз жайсыз қалдық. Барлық құжаттарымыз, барлық заттарымыз, мүліктеріміз, төсеніштеріміздің барлығы су астында қалды. Су тасқынынан кейін апат аймағында қалған Жеңіс, Жаңа Тұрмыс, Нұрлы Жол, Достық, Фердауси және Өргебас ауылдарының 4500-ден аса тұрғындары бірден Билайн компаниясы атынан тегін байланыс және интернетпен қамтамасыз етілді. Бірақ ең маңызды керек нәрсе тұратын жер болды. Көптеген үй жарамай қалды, немесе күрделі жөндеуді қажет етті. Сондықтан компания Біргеміз қоры арқылы 32 үйдің құрылысына қаржы бөлді. Мырзакенттің болашағы бар аймағында 100 шаршы метрден тұратын 3 бөлмелі үйлер салынды. Осында үйлері қираған Достық, Жаңа Тұрмыс және Жеңіс ауылдарының тұрғындары көшірілді. Жаңа ықшамауданға барлық коммуникация тартылды. Балабақша мен мектеп құрылысы басталып кетті. Біз Біргеміз қорының атынан үлкен алғысымызды үлкен меценаттарға, қайырымды жасаған үлкен азаматтарға айтқымыз келеді. Өйткені оның ішінде ерекше айтатын осы Мақтааралдың үйінің құрылысына салуға қаржы көмектескен Картел Билайн компаниясына мың алғыс айтқым келеді. Өйткені осы шешімді біздің ұсынысымызды қолдап, сол ақшаны бөліп Картел компаниясы осы мұрындық болды осы үйдің салуына. Не болады жырабыл. Алла өзі разы болсын. Енді бұл қиын ананы айтып, мынаны айтып, жаңағы жоқты айта бергенше, жақсылығымызды айтайық енді шырабым. Енді жақсы күндеріміз, Алла жақсы күндерін көрсетуін нәсіп етсін айналайын. Ұрпақтарымыз аман болсын. Осы әрбір үйде кірген, қоныстанған кісілердің үйінде шақалақтың дауысы шықсын айналайын, үні шықсын.